Саламатсыздар ма? Менің есімім Индира, жасым 42-де. Мен Инстаграм жүргізіп жатқаныма, блог жүргізіп жатқаныма жалпы 3 ай болды. 3 айдың арасында мен жақсы нәтиже көрсеттім деп ойлаймын өзім. 5000-нан аса оқырманым бар. ютубты жақында бастадым. ютубта өзімнің ойларыммен бөліскім келеді, айтқым келетін оқиғаларым бар, көрген түйгенім бар. Мысалға бүгін менің қозғайын деп отқан тақырыбым адам айналасына не берсе соны алады деген тақырыпты айтқым келіп отыр да. Негізінде ол рас, мен барлық соған сенемін. Не істесең алдыңа сол келеді деген. Адамға да, әке-шешеңе де, кімге де не істесең сол алдыңа келеді деген. Мысалға сен біреуге қиянат жасадың ба, ол саған оралады обязательно. Біреудің қарызын төлемей кеттің ба, ол саған оралады. Бумеранг дегенге мен қатты сенемін да, ол рас дегенге. Сосын мен айтайын дегенім, блог жүргіземін, блогта комментарий жазады көп. Менің аудиториям әйел кісілер, негізінде 90% әйел кісілер. Сол кісілер комментарий жазады да, мысалы бір 3 типке бөлгім келіп отыр сол комментарийларды жинап айтқанда. Біріншісі айтады, мен адамдардың маған деген көңілін қабылдай алмаймын. Мені мақтаса да даже мен соған марқая алмаймын, сене алмаймын дейді да, сенбеймін дейді. Екінші адамдар айтады, мен жасандылықты көремін үнемі. Адамдардың бәрі маған жасанды болып көрінеді, елдің бәрі маған жасанды болып көрінеді. Қайдағы барсам да жасандылықты көремін дейді да. Үшінші кісілер айтады, мені ешкім жақсы көрмейді, мені ешкім бағаламайды. Мен даже күйеуімді 4 баламен тастап кеткім келеді деген әйелдер бар да арасында, солар жазатын. Ондай адамдар көп жалпы. Мен жалпы 3 категорияға бөліп айтып отырмын да бүгін. Сонда не берсең соны аласың деген сөз осы жерде қазір айтқым келіп тұр да, осы тақырыпта. Айналамда мақтауды қабылдай алмаймын деген адамдар өздері шын мәнінде өмірге жақсы көзбен қарамайды, адамдарға жақсы көзбен қарамайды, махаббатпен қарай алмайды айналасына да. Мысалға екінші адамдар, мен барлығынан жасандылықты көремін, маған бәрі дұрыс емес көрінеді, в общем жасанды болып көрінеді деген адамдар өздері біреуге дұрыс көңілін білдірмейді деп ойлаймын да. Дұрыс айтпайды, дұрыс комментарий бермейді да. Мысалға өтірік мақтай салуы мүмкін. Шын мәнінде оны мақтағысы келіп тұрған жоқ, соған жағыну үшін, соған ұнау үшін да, возможно, солай айтуы мүмкін да. Негізінде үшіншісі, мені ешкім жақсы көрмейді, мені ешкім бағаламайды деген адамдар өздері айналасына